Барлықтарыңызға қайырлы күн достар, сіздермен оңай медицина. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз плеврит, яғни тыныс алу жүйесінің аурулары. Жалпы плеврит деп отырғанымыз бұл плевра бетінің қабынып, олардың беттерінде фибриннің түзілуі, немесе плевра қуысында сипаты әртүрлі сұйықтықтардың, яғни экссудат деп атаймыз ғой, сол экссудаттардың жиналуы. Жалпы этиологиясы мен патогенезінде бұлар инфекциялық емес, дәнекер тіннің жайылмалы аурулары және де басқа да себептер деп қарастырылады. Инфекциялар бұлар бактериялық пневмония, туберкулез, вирустық инфекция, саңырауқұлақ деп қарастырады. Ал инфекциялық емес плеврит бұл қатерлі ісік, өкпе рагы, лимфома, мезотелиома және де басқа да себептер. Дәнекер тіннің жайылмалы аурулары бұл жүйелі қызыл жегі, ревматоидты артрит. Ал басқа да себептермен қарастыратын болсақ, өкпенің инфарктісі, панкреатит, диафрагма астылық ірің, асбестоз, жарақат және де дәрі қабылдау. Классификациясы, яғни бұл этиологиясына қарай экссудаттың сипатына, даму барысына, экссудаттың орналасуына қарай сипатталады. Экссудаттың сипаты ол фибринозды, циррозды, іріңді, шіріктік, циррозды, фибринозды, геморрагиялық, эозинофильдік, холестериндік, хилиоздық болуы мүмкін. Жалпы плеврит құрғақ және экссудатты плеврит деп қарастырылады. Құрғақ плеврит бұл жерде науқас адамның басты шағымы жөтелген кезде, тыныс алған кезде және де денені сау жаққа қарай бұрған кезде күшейе түсетін кеуде торының ауруы сипатталады. Диафрагмалық плевритте кеуденің төменгі жағы мен іштің жоғарғы жартысы ауырады да, ауырғандық бұғана үсті аймаққа және мойынға қарай тарайды, яғни иррадиациясы болады. Науқас адам төсекте мәжбүрлі қалыпта болады, ауыратын жақ бүйіріне жатады. Және де бұл жерде перкуссия тәсілінде өкпенің төменгі шетінің қозғалысының шектелгенін анықтайды. Тыңдағанда тыныс әлсіреген, плевра үйкелісінің шуы естіледі. Экссудативті плеврит кезінде бұл жедел немесе жеделше басталуы мүмкін. Улану белгілері болады. Кеуденің зақымданған жағында науқас салмақ сезінеді, үдемелі ентігу, кейде құрғақ жөтел болады. Науқастың төсектегі қалпы мәжбүр қалып, ауырған жақ бүйіріне жату қалпы. Экссудативті плевриттің басты клиникалық белгісі плевра қуысына сұйықтық жиналу синдромы. Кеуденің ауырған жағының шығыңқы болып көрінуі, оның тыныс алғанда қалыңқы болуы, қабырға аралықтарының жадағайлануы, пальпация кезінде қабырға аралықтарының қарсыластығының жоғары болуы, дауыс дірілінің болмауы немесе өте әлсіреуі, сұйықтық үстінде перкуссиялық тұйық дыбыс, яғни тынық дыбыс естілуі, оның жоғарғы шегі омыртқа жотасының қия артқы аксиллярлық сызыққа дейін көтеріліп, төмен төске түсуі. Сұйықтықтың үстінде везикулярлық тыныс әлсіреген немесе әлсіз бронх дыбыс естіледі. Сұйықтықтың мөлшері онша көп болмаған жағдайда. Егер де сұйықтық өте көп жиналған болса, тыныс естілмейді, бронхофония әлсіреген немесе естілмейді. Қосымша тексерулер, яғни диагностикасы. Құрғақ плевритте рентгенологиялық тексеріс кезінде диафрагма күмбезінің жоғары тұрғаны, тынысты терең ішке алғанда оның қалыңқы болуы, өкпенің төменгі шеттерінің қозғалысының шектелгені көрінеді. Емі. Плевриттің емі бұл этиотропты, патогенетикалық, симптоматикалық түрін ажыратады. Бұл емдермен қатар организмнің реактивтілігін көтеру шаралар қолданылады. Себебі туберкулез плевритте 8-12 айға дейін этиотропты ем қолданылады. Стриптомицин 1 грамм тәулігіне 3 айдан кем емес, этамбутол 25 мг килограмм тәулігіне, яғни килограммға салмағына қарай адамның. Содан кейін пневмониялық плевритте микробтың антибиотикке сезімталдығын ескере отырып антибиотиктер беріледі. Патогенетикалық емге қабынуға қарсы қолданылатын ем қолданылады. Десенсибилизация емі, ацетилсалицил қышқылы, амидопирин, бутадион, кальций хлориді, кортикостероидтар қолданылады. Сосын дезинтоксикациялық ем бұл венаға гемодез, риополиглюкан, тағы басқалар кіреді.
эксудативті плевра қуысына шығаруда патогенетикалық емге жатады. Симптоматикалық емге ауырғандықты білу үшін жөтелді тоқтату, ентікпені жою қолданылады. Яғни бұларға анальгетиктер, жөтелді басатын дәрілер, қабынуға қарсы дәрілер. Осы дәрімен емдегеннен кейін науқас адамды жергілікті орманды санаторийға жіберуіміз керек. Осы сызба нұсқаға назар аударатын болсаңыздар, яғни эксудативті плевритке ұқсас синдромы бар аурулардан айыра білу керек. Яғни бұл крупозды пневмониядан, өкпе ателектазы және пневмоцирроз. Бұл айырмашылықтар осы сызба нұсқада берілген, қарап шықсаңыздар болады. Сіздермен бірге болған қиын тақырыпты оңай тілмен түсіндіретін оңай медицина. Барлықтарыңызға сәттілік. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Оқуда жемісті болыңыздар.